Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қандай? Жақсы, тамаша. Онда көңіл күйлеріңіз жақсы болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Мен сіздерге өткен сабақта сілтеме жіберген болатынмын. Видео сілтеме жіберген болатынмын. Көрдік па? Иә, көрдік. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Шәкәрім Құдайбергенұлының еңлік кебек несі? Дастаны. Дұрыс айтасыздар. Мен сіздерге кітаптан оқулықтан 94-ші беттен 102-ші бетке дейін оқуды сіздерге үйге берген болатынмын. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін анықтау және шығарма бойынша жазылған әдеби сыни пікірлерге сүйене отырып өзіндік пікір жазу. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын қайтадан еске түсірейікші. Шәкәрім Құдайбергенұлының еңлік кебек дастаны. Жарайсыздар. Келесі тапсырманы бастамас бұрын мен Шәкәрімнің мына өлең жолдарын айтқанды жөн көріп отырмын. Қараңыздар. Естілер көп жазады әңгімені, жазбайды ермек үшін әлденені. Жирентіп жаманынан жақсын ұғып, алсын деп жазады ғой өнегені. Деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сіздерге өткен сабақта Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір баянын және еңлік кебек дастанын оқып келді деген сенімдемін. Оқып келсек, мына жерде кім жылдан деген сұраққа жауап берейік. Шәкәрім Құдайберді қашан, қай жерде дүниеге келді? Тездетіп жауап берейік. 1858 жылы Шығыс Қазақстан облысында Семей облысы Абай ауданында дүниеге келген. Абай ауданында Шыңғыста бөктерінде туған. Жарайсыздар, тамаша. Үміт, Тоғжан, екеуіңіз бірге жауап бердіңіздер. Жақсы. Келесі сұрақ. Меккеге барған жылдары. Қай жылдары бар? 1905-1906 жылдары. Тамаша жауап, жарайсыздар. Кімдерді ұстаз санады? Шәкәрім Құдайбердіұлы Абайды, Толстойды және Пушкинді. Өте тамаша. Шәкәрімнің өлеңдерін атаңыздаршы. Қандай өлеңдері бар? Жастарға деген бір өлеңі бар. Жастарға деген өлең бар. Қалқаман мамыр. Екінші күн. Одақтаны. Жақсы, жарайсыздар. Екінші күн қанғанда. Жақсы, жарайсыздар. Тағы келесі сұрақ. Қайсы өлеңі Абайдың 8 аяқ өлеңінің үлгісінде жазылған? Қай өлеңі? Алыстан келмеді ғой. Жастарға деген бәпки. Бұл жастарға жай өлеңі. Жақсы, келесі. Романның аты қандай? Қандай романдары бар екен? Аружан, Айғаның сабаққа қатысамыз. Әділ Мария бар ма? Ләйлі Мәжнүн. Қалқаман мамыр. Дұрыс, Аида айтады. Қалқаман мамыр. Жақсы, Аида, жарайсыз. Келесі. Шәкәрімге қандай айып тағылды? Қандай айып тағылды оған? Халық жауы деген. Халық жауы деген айып тағылды. Жарайсыз, Тоғжан, тамаша. Келесі. Ақын қай жылдары ақталды? Қай жылдары ақталды? Халық жауы деді оны. Соны қай жылдары ақтап шығарылды?
мың Қай жылдары? 1000? 1900 1958 жылы. Жоқ, 1988. Жарайды. Соғыстан кейін бе? Қалай соғыстан кейін? Так, жарайсыздар. Келесі тапсырма. Бірінші тапсырма. Қарайын, сіздерге көрініп тұр ма? Иә. Еңлік кебек дастанының композициялық сюжетті құрылымы. Яғни біз еңлік кебек дастанын оқыдық, мазмұнын білеміз. Енді осы жерде сюжеттің басталуы, сюжеттің байланысы, сюжеттің дамуы, сюжеттің шиеленісуі, сюжеттің шарықтау шегі және оқиғаның шешімі. Осыны қазір орындаймыз. Ауызша айтсақ та болады. Қазір әпке. Сюжеттің басталуы тұруының шыққан суретті бейнесі. Матай мен Тобықтың оның кіріспе іспетті, мұнда әңгіме қаһармандар өзара қарым-қатынас көшпес бұрынғы қал-жағдай, тіршілік, қоғамдық орта, болашақ қақтығыстар алаңы, оқиғалар орны. Жалпы сонда Тобықты руынан шыққан кебектің бейнесі суреттеледі, иә? Дұрыс айтасыздар. Келесі, сюжеттің байланысы қандай? Екінші. Кебектің нысанын азбағып, балағаштыруға келу, сюжеттің байланысы, адамдардың арасындағы әрекеттің басы, тартыстың басталуы, тағы шырым арқауындағы негізгі оқиғаның әуелгі туынды себебі секілді. Сонда бір сөзбен айтқанда, кебектің нысан абызға бал аштыру деп айтсақ та болады. Жарайсыздар. Дұрыс. Келесі, сюжеттің дамуы. Сюжет қалай дамыды ары қарай? Атастырылып қойған Айда сөйлеші. Айда. Бір қашуы. Атастырылып қойған еңлік кебекпен бірге қашуы. Дұрыс айтасыз, өте жақсы жауап бердіңіз. Шиеленісі сюжеттің. Қалай шиеленісті? Екі рудың бір-біріне шабуы. Малға бітім қалмауы. Дұрыс айтасыздар. Шиеленісу оқиғаның адамдар арасындағы әрекеттің шиеленісіп шығаруы. Жақсы, тамаша жауап. Енді шарықтау шегіші? Еңліктің соңғы үш сөзі тілегі шарықтау шегі. Ондағы ең жоғарғы Сюжеттің дамуы. Ең жоғарғы сатысы. Аружан, қалай дедіңіз? Еңліктің соңғы үш тілегі дедіңіз. Қандай дедіңіз? Шарықтау шегі, сюжеттің дамуы ең жоғарғы сатысы. Адамдар арасындағы нені көрсетеді? Қимыл әрекет. Өрбіп жеткен шығармашылық драмалық тартыстың өрпістік шыққан биігі. Өрпістік шыққан биігі. Жарайсыздар. Келесі, шығарманың шешімі немен аяқталды? Екі рудың келісімен екі ат құйрығына байлап. Алла бір-бірден сөйлейік, бәріміз жамырамайық, бір-бірден сөйлейік. Екі рудың келісімен екі жасын. Екі жастың ат құйрығына байлап өлтіруі. Дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Жарайсыздар. Яғни дастанды толық оқығандарыңыз көрініп тұр. Жарайсыздар. Енді келесі тапсырма, екінші тапсырма. Дастаннан шәкәрім қолданылған қазақтың мақал мәтелдерін табыңыздар. Мен сіздерге біреусін үлгі ретінде көрсетіп қойдым. Иесі мен ас тәтті деп еңлікті шақырып ап, екеуі отырды жеп. Енді кітаптарыңыз алдарыңызда бар ма?
Иә. Иә, Аха. бар. Алдарыңызда кітап болса, дастаннан шәкәрім қолданған мақал мәтелдерді тездетіп тауып жіберіңіздерші. Тездетіп, қараймыз. Ау? Аида? Сақтықта қорлық жүрмес деген бар ғой. Сақтанбасаң артқыға сөз боларсың. Аха, жарайсыз, тамаша. Келесі. Иесімен іс тәтті деп еңліктің шақырып алып Екеуі отырды жеп. екеуі отыр деп жеп. Жарайсыз, тамаша. Келесі. Матайда соқтыққан жоқ тіпті неген мақал бар ел құлағы елу деген. Аха, ел Жақсы әйел жаман ерді түзетпей ме? Жарайсыз, тамаша жауап. Яғни сіздердің бүгінгі шәкәрім еңлік кебек дастанын оқығандарыңыз көрініп тұр. Тамаша, жарайсыздар, сіздерге риза болып отырмын. Келесі тапсырма Фопс формуласы. Бұл жерде Фопс формуласын біз білеміз, бұрыннан қолданып жүргенбіз, сабағымызды әрі қорытындылай келе Фопс формуласын іске асырамыз. Яғни бұл жерге пікір, дәлел, мысал және қорытынды жасайсыздар. Яғни осы еңлік кебек дастаны бойынша өздеріңіздің пікірлеріңіз қандай? Соны айтасыздар. Және дәлелдейсіздер. Мына өлең шумақтарымен мысал келтірсеңіздер болады, өмірмен байланыстырсаңыздар да болады. Және қорытынды. Фопс формуласы. Менің пікірімше, бұған 2 жас кінәлі деп ойлаймын. Өйткені 2 жас ата-анасының келісімінен алмай, екеуі бір-біріне ғашық болып қашып кетеді. Мен айтқым ма? Менің пікірім бойынша жобасылар кінәлі. 2 жас бақытты болуға тиіседі негізі. Дұрыс, тамаша жауап. Келесі. Менің ойымша, ол кезде әйелдер бір рет үйленген соң 2 рет үйленуге болмайтындықтан 2 жас қосыла. Бірақ ол менің ойымша дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі ол 2 жас қосылуы өздерінің қалауымен керек еді, өздерінің қосылуы керек еді. Және олар қашпау керек еді, екеуі қашқандықтан сәбидің де өліміне әкеп соқтырды. Дұрыс айтасыздар. Тамаша, сіздер не деген дарындысыздар? Келесі, дәлел. Енді осы айтқандарыңызды дәлел келтіріңіздерші. Дәлел. Ол кезде Жобасына келісім бергенде бақытты да баянды өмір сүреді. Тамаша. Және жастардың өліміне де себепкер болмас еді. Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар. Ал, мысалы, Себебі жобасылар 2 жастың жалындағы махаббатына қарсы болды. мысалы, дәлел ма сізге Аружан? Иә. Аха, жақсы. Тағы кімде қандай пікір бар? әпкем Егер қызды жұбатылар қарт адамға бермеу керек еді. Сондықтан ол қазір бақытты болмай қалды. Негізі ру бастарында да кінә бар, өйткені олар өздерінің қамы үшін, өздерінің балаларын ойлаған жоқ, тек өздерінің қамы үшін, екі елде соғыс болмас үшін. Сөйтіп, Егер рубасылары келісім бергенде, 2 жас бақытты болатын еді. Мүмкін, дұрыс айтасыздар. Аха, келесі. Мысал келтіріп дәлелдеңіздер. Яғни өмірмен байланыстырсақ та болады. Мысалы, қыз жібек пен төлеген. Яғни шыңғашықтар қосылмады. Иә? Тағы да жібек пен төлеген. Тағы қандай айтуға болады? Қазіргі заманмен сәйкестіретін болсақ, қазіргі заманда бір ата-аналар өздері келісім береді. Бұрынғыдай арамызда соғыс болу деген ондай жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі немен салыстыратын болсақ. Дұрыс. Тағы кімде қандай пікір бар? Бірақ қазіргідей бұрынғыдай махаббат қазір жастардың арасында жоқ.
Тағы қандай, кімде тағы қандай пікір бар? Аида, сізде пікір бар ма, Еркебұлан? Жарайды онда. Жақсы, жарайсыздар. Енді келесі соңғысы қорытынды бөлімі. Яғни қалай қорытамыз осы шығарманы? Еңлік кебек дастаны. Сіздер жаңа пікір айттыңыздар, дәлел айттыңыздар, мысал келтіріңіздер. Енді осыны қорытынды жасайықшы, балалар. Қазір бұрынғыдай біздің ата-аналарымыз үйтіп бір-бірімен біз сүймейтін адамдарды үйтіп бір-біріне некелестіріп қою дұрыс емес. Екі жақтың рұқсатымен қазіргі заманда сөйтіп үйленеді. Солай үйленеді. Жарайсыз, Еркебұлан. Аружан, сен қалай ойлайсың? Қорытынды бойынша, менің ойымша, барлық адам бақытты болу керек. Және екі жастың ортасына ата-ананың қарсылығы мүлде керек емес. Ақ батасын берген адам қашанда, ол отбасы қашанда бақытты болады деп ойлаймын. Егер ата-ананың ақ батасы болса. Жарайсыздар. Балалар бүгінгі попс формуласына өте тамаша жауап бердіңіздер. Рахмет сіздерге. Енді осы еңлік кебек дастанын сіздер толық орындап, тапсырмалар толық орындап болды, оқығандарыңыз көрініп тұр. Енді сіздерге үйге тапсырма, ғашықтың тілі тілсіз тіл тақырыбында есте жазып келесіздер. Бүгінгі сабаққа барлықтарыңыз жақсы атсалыстыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.